Кока-коланың пайдасы мен зияны. Кока атауы кокаин өсімдігі атауынан шыққан. Одан кокаин атты жергілікті тағам өнімдері, есірткі және кока-кола атты сусын алынады. Кока-кола сусыны 1886 жылы ақш-та ойлап табылған. Әлемнің 200-ден астам елдерінде сатылады. Сусынның құрамы толық айтылмайды, коммерциялық құпия делінеді. Соңғы жылдардағы әлем елдері ғалымдарының зерттеу қорытындылары бойынша жасаған ортақ тұжырымы. Қазіргі таңда адам ағзасына, әсіресе жас балаларға аса қауіпті сусындардың бірі Кока-кола. Бұл сусын Американың брендіне айналып әлемге таралғаны соншалық, бұл газдалған сусынның дүние жүзінде секундына 8000 стакан ішіледі екен. Кейінгі кезде аталған сусынның адам ағзасына келтіретін зияны туралы мамандар дабыл қаға бастады. Таяуда Кока-кола компаниясы өз сусынының жасалу құпиясын ашуға мәжбүр болғаннан кейін мұндай күдіктер тіпті күшейді. Компания өкілдерінің айтуынша, сусынның негізгі құпиясы кошенил құртынан алынатын азық-түлік қоспада екен. Әдетте оның құрамына қант, кока ағашының жаңғағы, фосфор қышқылы, кофеин, карамель, көмір қышқылы қосылады деп көрсетілген. Енді өндірушілер сусынның түсін өзгертетін бояу ретінде қолданылатын кошенил құртының еш зияны жоқ деп елді сендіруге тырысуда. Дегенмен Кока-коланың адам ағзасына келтірер залалы күннен күнге дәлелденіп отыр. Егер жүргізілген тәжірибелерге сүйенсек, бір стакан Кока-колаға салынған кесек ет біраз уақыттан кейін бүрісіп, кішірейіп кетеді екен. Дәрігерлердің пайымдауынша, Кока-кола әсіресе балалардың бас сүйегіне, ойлау қабілеттеріне орасан зор зиян келтіреді. Жалпы газдалған сусынды мөлшерден тыс пайдалану адам ағзасындағы кальций, темір секілді ең маңызды элементтерді жойып, есесіне құрамындағы есірткі зат өміріңізді 2 есеге қысқартады. Есесіне Кока-коланы тот басқан заттарды айғыздалған әйнекті сүртуге пайдалансаңыз, керегіңізге жарайды. Өздеріңіз көріп отырғандай, Кока-коланың құрамы тұнып тұрған химикаттар мен зиянды бояғыш заттары және газдар. Таза ештеңе жоқ. Бұл сусынмен американдықтар машинаның моторын жуатын көрінеді. Қазақстандық дәрігер мамандар стаканға құйылған сусынға бауырды салғанда, бауырдың іріп, шіріп кететінін, созылмалы асқынып кететін аурудың пайда болуы осы сусындардың кесірінен болатынын алға тартады. Кейбір өнертапқыш пысығай әйел заты әжетханаға сусынның 1-2 бөтелкесін газын пысылдата аударып, иіс қоңыз пен құбыр таттарын тазалайды. Осылайша құбыр бойынан кір мен нәжістің тоқтаусыз ағуына еркін жол ашылады. Бұл бірінші қызметі. Ал уақыт сынынан өткен тағы бір қызметі, сойылған мал қарнының бүрін пышақпен қырып кетірмей-ақ оған аталмыш сусынды құйса лезде жүйдіп сыпырылып түседі қалады. Ал мұны ішушінің асқазанына қаншалық зардабы тиетіні бір Аллаға ғана аян. Біздің елімізде энергетикалық сусындардың зардабынан қалай құтылу мәселесі енді ғана көтеріліп жатқанда, ал олардың шыққан отаны Американың сусын өндірушілері өз мектептерінен құрамында қанты бар сусындарды жеткізуді мүлдем тоқтатты. Өнеркәсіп өкілдерінің баяндамасында соңғы 5 жылда мектептерге калориясы жоғары сусындарды жеткізу 95% азайтылғаны айтылды. Олар жеміс-жидек шырындары, су және калориясы аз сусындармен алмастырылған. Оған мектеп оқушыларының жоғары калориялы жедел дайындалатын тағам мен тәтті сусындардың әсерінен жаппай салмақ қосуы негіз болған. Құран кәрімде алкоголь өнімдері мен доңыз етінің харамға саналатыны айқын көрсетілген. Әйтсе де адам денсаулығына зияны бары айтылып та, жазылып та жатқан күмән туғызған энергетикалық сусындарды да аз қалауынша қолданушыларда баршылық. Зайырлы елде нендей тағам мен сусынды адал не харамдығына қарамай пайдалану әркімнің өз еркінде. Дегенмен, мұсылмандарды сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедтің шын мәнінде адал мен харамның беті ашылды. Бірақ бұл екеуінің ортасында көпшілік біле бермейтін күмәнді нәрселер бар.
деген хадисі сол күмәнді нәрселерден бойды аулақ ұстауға шақырады. Мұсылман баласына өзіне және өзін арқылы ұрпағына сынақ жасаудың еш қажеттігі жоқ. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмашы әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Аман сау болыңыздар.